Армысыздар, құрметті студенттер, құрметті жастар. Міне бүгін сіздердің алдарыңызға да келіп жеттік. Жалпы 16-сынан бері біздің Қызылорда қаласына арнайы жоғары теологты маман, ғалым және Йемендегі Саба және Иман университеттерінің түлегі, Уәсила қоғамдық қорының жетекшісі Қуанышбаев Арман Баймаханұлы келіп отыр. Және облыстың бас имамы Талғат Сейткәрімұлы Омаров қатысып отыр. Енді жалпы қазіргі заманда уақытта қоғамдағы ең өзекті мәселе ол әрине дін болып отыр. Өйткені кезінде кейбір заңдардың осындай соққылықтарынан біздің теріс ағымдағы діни ұйымдардың Қазақстанға еніп кеткенін біз білеміз. Сол себепті де 2011 жылда діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданып, қазір оның жаңағы діни бірлестіктер тіркеу, қайта тіркеу мәселелері қайта жолға қойылды. Осының салдарынан қазір бізде ол мәселе өз шешімін тауып келеді. Енді бізде осы бүгінгі кездесу барысында сіздерге діни экстремизмнің алдын алу, сіздердің діни сауаттарыңызды ашу мақсатында келіп отырмыз. Сондықтан да қазір біздің хабарламашы қонағымыздан кейін сіздердің сұрақ жауап, ұсыныс пікірлеріңіз болса, дін тақырыбында, оның ішіндегі кейбір мәселелер бойынша осы жерде біздің ағайымыздан сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Сондықтан алғашқы сөз кезегін Арман Баймаханұлына берсек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, қош келіпсіздер. Бүгінгі тақырып өздеріңізге мәлімдеп жеткізілгенде расында да осы дін және жастар мәселесі ғой. Кезінде расында да бір дәуірлер өтті қазақтың басынан. Сол дәуірлерде дінді апиын, дін ұстанған адам, алданған адам, дін деген негізі экономикалық жағдайдан туған адамның қиял ғажайып нәрселері ғана деп түсіндірілді. Солай өсіп келе жатқан кісілер де бар, әлі бар. Сол тәрбиені қабылдап тұрған адамдар да бар. Дегенмен байқайсыз ба? Қазір батыспен араласып жатырмыз. Бірақ сол батыстың жетік мемлекеттерінің өздерінің ата діндерін қадірлеп қастерлеуде. Мысалы, Европадағы ең мықты мемлекеттердің бірі Германия болса, соның мысалы канцлерінің өзі ұстанып жатқан партиясының өзі христиан партиясы. Кәдімгі христиан партиясы. Яғни қандай да бір өзінің не қылғаныменен бәрі өзінің ата дінінің қорғаушысы. Бұлар енді өздерінің әркім өзінің елі, өзінің ұстанған ұстанымы ғой. Біздің де Қазекеңнің өзіндік бір ерекшелігі болу керек емес пе бұл әлемде? Қазір әлем додаға түскендей. Бәріміз айтамыз жаһандану деп. Бұл жаһанданудың арасында орнымыз қандай екен деп біреулер қайғырады, біреулер қорқады, біз сияқты Қазекеңді көл дариялар басып кетеді ғой деп. Енді бір Құдай біледі. Егер біздің қазақтың басынан өткен қайғы қасірет басқа елде болса, ол ел жоқ болып кетер ме еді? Бірақ Алла тағала бір оң көзімен қарағанды, осы халықты өзі сақтап қалды. Не деген дұшпандардың жамандық шәрінен, сондай бір үлкен от пенен судан аман қалдық. Қандай тәубе, Алланың берген жеңісі, осындай бір бостандыққа жеттік, соғыссыз бостандыққа жеттік. Енді мұның барлығы не деген ұлы нәрселер, ал сол бостандық, сол ұлылықтың қадіріне жетіп білу керек қой. Сол бостандықтың ішінде өзіміздің бұрынғы кезде жоғалтып алған нәрселерімізді қарманып қалу керек қой. Зиялы, қазақтың зиялылары кезінде мысалы, осы дін ұстанатын Абайдың қай кітабын оқысаңыз да бір Алла деп өтті. Қазақтағы ең ұлы ағартушыны Ыбырай болса, бір Аллаға сыйынып деп өлеңдерін бастады. Шәкәрімді алыңыз, мұсылмандық иман шарты деп кітап жазып, халыққа азда болса исламды жинақтап, қарапайымдап түсіндіріп беруді ұрынды. Қарасаңыз, қандай ұлы батыр десеңіз де бір Алла деп жауға шапты. Намаздарын тастамады.
Бұл біздің дәстүріміз, дін біздің қанымыздағы бар нәрсе. Біреу дінді мақтанады, мысалы, араб мақтанар, жоқ өзге түрік келіп мақтанар елдер, сол араб елдер, түрік елдер, бұл біздің дін, бұл біздің дін деп. Жоқ, біздің Қазекең де мұнда үлесі бар. Шетелде оқып жүрген кезімде есімде, келет, ойлайды, сен дінді қашан қабылдадың дейді. Сен қашан мұсылман болдың дейді. Ойлайды да оның ойында. Сонда мен енді кезінде бір кәпір болып жүрген екем. Енді келіп мұсылман болып, сол мұсылманшылығымен араб еліне барып оқығанымды. Сөйтіп түсінеді. Мен айтам, қай атамды айта берейін сіздерге мұсылмандылығын. 8 ғасырдан бері қарай мұсылманмын десем сенесің ба дейін. Басын шайқайды да. Неге қорқасыз? Бізде де не бір даналар өтті, не бір дариялар өтті. Жай ғана бір екеуінің атын айтсақ сіздер танисыздар деп, 2-3 осы қазақта өткен ұлы ғалымдардың бір екеуінің атын айтқаннан ақ бастарын шайқасады. Мысалы, Әл-Фарабиді айтыңыз, Ибн Акиді айтыңыз. Солардың өздері өзінің заманында елеулі орын алды. Бірақ бізде қазақта ата-бабамызбен мақтанбаймыз, ұрпағымен мақтанамыз. Ол басқа ел шығар, мақтанатын. Атам ондай болған, атам мұндай болған деп. Арабта да сондай сөз бар екен. Нағыз жігіт, менің атам пәленше деген адам емес дейді. Нағыз жігіт, мен сондаймын деген жігіт сол дейді. Яғни өзінің істеген ісін көрсеткен. Өзінің осы қазіргі күнін, қазіргі дәуірін көрсеткен адам шыншыл болады. Сол шындықтардың бірі қазір Құдайға шүкір, жастарымыз дінге деген бет бұрысы, альхамдулилля, әжептәуір нәрсе. Дегенменен дін дейміз, діннің де түрі бар. Иә, сондай да болып қалды ғой енді, сондай заман келіп. Бабаларымыз да қандай електерден өтіп таңдаса, біз де сол заманға кеп тұрғандаймыз. Біз де бір електен өткізіп таңдауға келіп тұрмыз. Бәрін келгенін ала беретіндей уақыт келмеген сияқты. Соның бәрін өткізіп, өзіміз де соны дұрысын қабылдап, кейінгі ұрпаққа да сол дұрысын насихаттайтын дәуір осы сізбенен біздің дәуір. Баяғыда бір қария менен жас бір дастархандас болған екен. Сонда қария отырып, кезек біздікі ғой, біз өмірден өтетін шағымыз келді. Біз де біраз нәрсе айтқан екен. Бірақ асыл тастан, ақыл жастан деген сөз емес па дейді, сөзін бөліп әлгі жас жігіт. Біз дейсіз, біздің кезек дейсіз. Қараңызшы, мен сізге ой айтайын. Сіз біздей уақытта нешеу едіңіз депті. Яғни, мен сияқты жасыңызда 18 бенен 30-40-тың арасында қаншау едіңіз депті. Өзіңіздің құрдастарыңыздың санын айтыңызшы жобалап десе, өзімнің құрдастарым бір 2000-3000 адамды танитынмын, өзімнің замандастарымды депті. Бәрекелді. Енді сіздің жасыңызға сол замандасыңыздан нешеуі жетті депті. Ойланып қапты. 20-30-ы? Жас өлеме, кәрі өлеме дейсіз. Біз шығар бірінші кететін. Өйткені қайнап тұрған, жайнап тұрған шағымыз, әр нәрсеге ұрынамыз. Көп нәрсені ойламаспыз. Бірақ, білесіз ба, осы жастардың күшіменен отан болады. Жастардың күшіменен небір үлкен ұлы істер атқарылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы дүниеге бір өзі келді, дінді арқалап. Бірақ сол кісінің жанына жас қайратты жігіттер келді. Сол жас қайратты жігіттердің мысалы бір 18 жасар жігіт. Пайғамбарымыз Меккеде қысым көреді. Қысым көргеннен, қиналғаннан басқа жерге барып, дін ұстанатын адамдардың басын қосып, со жерден бастап дін тарқатайын деген Алладан рұқсат алып, көшуге бел буған, бірақ қайда көшем деп ізденеді. Тарихшыларымыз айтады. О кісінің алдында екі ғана жол тұрды. Біреуі оңтүстікке Йеменге бару, біреуі солтүстікке Мадинаға бару тұрды. Екі жақтан да жігіттер келді дейді. Екі жақтан да жігіттер кеп қабылдады.
Йемен деген жерде астанасы Сана қаласы, соның жанында Архаб деген елді мекен бар. 50 километр шамасында. Сол жердің жігіттері кеп пайғамбарға ұсыныс тастады. Бізге келіңіз. Біз сізді жаныңызда қанат боламыз, ұшам десеңіз. Біз сізді қорғаймыз. Біз сізді қуаттандырамыз дейді. Сол жақта басқа жігіттер отырды. Мадинадан келген. Олар одан да көп еді. Олар айтты, жоқ, бізге келіңіз деді. Біз қуаттандырамыз сізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сын түскен шақта уақыт берді пайғамбарымыз. Осы уақытта жиналайықшы дегенде бірінші болып Мадинаның жігіттері жетті. Сөйтіп сол жігіттердің ішіне өзінің жігіттерінің арасында дінді үйрететін ашық көзді, саналы, әсем сөзді, өзінің ойын нақ батыл жеткізе алатын, пайғамбар қалай айтты солай тәлім бере алатын ұстаз іздеді. Өзінің орнын басатын. Ойлаңызшы, пайғамбарды жеткізу қандай қиын, іздеп жүріп, оның ішінде Әбу Бәкір де өтті. Омар да, Осман да, Али де, бірақ біреуіне де тоқтаған жоқ. Барды да басқа бір 18 жасар жігіт сол жігітті таңдады. Омар ибн Мұсайяб ба есімі. Әлгі 18 жасар жігіт. Ойлаңызшы, не бір 40-тағы, 50-дегі әптен ақыл тоқтатқан, пайғамбардың жанында бірге жүрем деген, қаймықпай жауға да шабам деген батырлар да тұрды, бірақ оны таңдамады. 18 жасар жігітті таңдады. Неге екен таңғаласыз, Сол жігітті Мадинаға жөнетті. Әлгі Мадинаның делегациясымен бірге. Сонда 18 жасар жігіт. Бір жыл ішінде дейді, Мадинада пайғамбардың уағызын естіп, ол кісіге иман келтірмеген бірде-бір шаңырақ қалмады дейді. Бүкіл қаланың барлығы естіді дейді бұл кісінің сөзін. Бір жылдан соң бір ғана үйдің егесі ғана намаз оқымады, қалған халқың бәрі намазға жүгінді дейді. 18 жасар жігіттің еңбегі сол. Бір қаланы бүтіндей уағыздап, сол бір қалаға соғыс жоқ, жанжал жоқ, ақыл менен, парасаттылық менен, ойдың жүйріктігі, сөздің көркемдігімен, мінездің ұлылығымен жеткізді. Қараңызшы, содан пайғамбарымыз Мадинаға көшті. Сол мысалдардың бірі қайтадан Йемен жеріне оралайық. Сол жерге де өзінің сөзін жеткізуге адамыз деді пайғамбарымыз. Өлерден сәл бұрын, дүниеден өтерден сәл бұрын сол жерге өзінің өкілін жөнетпекті дұрыс көрді. Сөйтіп сол өкілінің ішінде тағы да іздеді, кім барады екен? Қай жігіт сол жерге барып, менің сенімімді ақтап, менің жанымда жоқпын, мен оның жанында. Бірақ дәл мен жеткізгендей жеткізіп, осы дінді қиянатсыз, бұрмалаусыз, таза халінде кім халыққа жеткізеді екен деп ізденді. Іздеп 25 жасар жігітті, Муаз ибн Жабал деген жігітті тапты. Сөйтіп сол кісіні сынап көрді. Егер сен бір мәселе алдыңа сұрақ келсе, оған қалай деп жауап бересің деді. Құраннан іздеймін. Одан таппасаң ше, сіздің сөздеріңізден іздеймін. Ал онда да жоқ болса ше десе, осы екеуін нұр қыла отыра, сол екеуінен шыққан ойымнан табам депті. Сонда пайғамбарымызға күлкі келді дейді, жымиды. Сөйтіп қуаныштан иығын қағып, кеудесіне құшып, міне деп айтты дейді. Сөйтті да атына отырғызып, қолыменен өзі жаяу, әлгі 25 жасар жігіт аттың үстінде, мен түсейінші десе, жоқ. Сіз сондай керемет жерге бара жатсыз, керемет үлкен қызметпен бара жатсыз. Бір Алланың жолында баратыр екенсіз, мен сіздің қызметіңізде болуым керек деп өзі атын жетелеп, жолға шығарып салып, жолшыбай, сен осындай елге бара жатсың. Бара жатқанда Алланың бірлігін түсіндір. Оны ұғынған соң намазды айт. Оны орындаған соң зекетті айт. Байынан алып кедейіне бер. Бірақ қорық, зұлымдық көрген адам менен Алла Құдайдың арасында перде болмайды деді. Осылайша шығарып салып баратып, енді жолығамыз ба, жолықпаймыз ба деді.
Рас, соңғы кездесу еді бұл. Бірақ әлгі жігіт не істеді? Мойыған жоқ. Бір өзі пайғамбар атынан барып, сол елге патша қызметін атқарып, сол елге дін жайып, бүтін бір ел дінге бет бұрып, дін қабылдады. Соғыс жоқ, ұрыс жоқ. Ақыл көзіменен, көркем мінезбенен, өткір тілменен барды. Міне осындай жігіттердің иығында көтеріліп келген дін бұл дін. Осы жігіттердің құрбандығымен келген дін. Осы елдің болашағы енді сіздердің иықтарыңызда. Мына аға буын ағалар барын жасап жатыр. Қайтсек сіздерге жарқын жол жасап берсек, қолайластырып берсек істеріңізді деп. Ендігі өмір сіздердікі болып келе жатыр. Сол келген эстафетаны сіздер алуға дайын болуларыңыз керек. Ал жастарға қараңыздаршы. Кемшіліксіз ел болмайды. Кемшілікті дүзетіп алмай, әрмен қарай жол жүруге де ағаттық болатын шығар. Жастарды қараңыздар. Кейбір жастар өздерінің уақытын зая өткізіп, жұмысқа, бір кәсіпке бет алдырмады. Кейбір жастар оқудан қашты. Кейбір жастар мүлде мектепке де қызықпайды, осылай жүрсем екен дейді. Бірақ білесіз ба, болашақ сізде. Сол адамның қайсысы жазушы болады енді, қайсысы ғарышкер ұшқыш болады, қайсысы президент болады, айтыңызшы. Қайсысына сонда осы біздің қазақтың асыл байрағын ұстатасыз, сеніп ұстататын жігіт пенен қызды қайдан табасыз енді сонда? Бір ауылда бір уақиға болыпты. Патша өтеді екен сол ауылдан. Содан сол ауылдың ақсақалы халықты жинап, айналайын жарықтықтар, келіңіздерші, бір ақыл бар айтатын. Иә, осы жерден патша өтеді. Сол патша өткен кезде бізге оң көзін қарап өтсін, бізді ұмытпасын үшін бір сауға жасайықшы. Қалай? Барлығыңыздың үйіңізде бал бар. Әсел бал. Әр қайсыңыз таңертең бір кесе бал алып шықсаңыздар, мен мұнда күтіп тұрамын. Барлығыңыз келіп, осы бір үлкен ыдысқа құйып кете қойыңыздар. Мен аузын жауып, жақсылап, патшаға өзім ұсынайын біздің атымыздан, біздің ауылдың атынан. Сонда бұл кісі біздің балдың дәмін татып көріп, есінен кетпей, шіркінай осы ауылға барғанда бал алып тұрады екен біз ау деп, біздің балды алдырса ғой. Және бізге де бір кішкентай бір оң көзімен қарап тұрса ғой деген ниеттемін дейді. Жақсы ниет қой, дұрыс па? Содан таңертең деп келісіп бел буғанда бір жігіт кешке жатып ойланады. Пысықтау екен. Әй, осы бір кесе балды алып бармай-ақ, бір кесе таза су алып бара қояйын. Бір кесе су балды бұзбайды ғой, дымда қылмайды. Құйып кетем де қоям, ешкім көрмейді дейді. Сөйтіп өзінің ойында әлгі кесеге су құяды да аузын жауып, жұрт сияқты кезекке тұрады. Кезегі келген уақытта жай ғана шыр еткізіп суды құяды да бұрылып кетеді. Сонан әлгі ыдыс толдау деп жұрттың барлығының кезегі тәмам болған кезде қария кісі барып әлгі ыдыстың аузын ашып қалса, іші тола су дейді. Сөйтсе жұрттың бәрі пысық екен да. Ойлаңызшы, одан алатын бір нәрсе, егер осы болашақты мен жасамасам, басқа біреу жасамайды деген өнеге. Сұлтанмұрат Торайғыров деген атамыз өтті. Жастай кетті, қыршын кетті, оқу іздеді, білім ізденді. Сол кісінің арманы бар еді. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмасам, кім болам дейді. Яғни осы қараңғылықты мен кетірмесем, кім кетіреді дейді. Сол осы қазаққа жаны ашитын сіз жаны ба, сіз. Егер соны сіз істемесеңіз, басқа біреу келіп істемейді. Басқа бір елден, басқа бір жерден келіп біздің жарықтық осы қазақтың кең байтақ даласына нұрын төгіп, шуағын шашып кетпейді.
оны істейтін сізсіздер. Ал енді дінімізге оралсақ, бұл дін біздің бабамыз әбден өмір елегінен, ақылдың түпкі тәттісінен өткізген, таңдаған еңбегі. Христианда болды, қазақ даласында, буддистер де болды. Басқаша дінге табынушылар да, уағызшылар да келіп кетіп жатты. Бірақ байқайсыздар ма? Қазекең солардың бәрін көрді, өткізді да осы мұсылман дінін таңдады. Өйткені ең жас дін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұлылығын таныды. Ең тура әділ дін, ең көркем мінезді байытатын дін. Айта берсе байлығы, құндылығы таусылмайтын, ұрпақты көтеретін, біздің ертегімізді жарқын ететін дін болды. Ал дінсіз адам болмайды, біліңіздер. Өйткені адам баласы осы дүниеге келген екен, ақылсыз еш іс жасамайды. Ондай болса ойлаңызшы өзіңіз. Сіз мына дүниеге келдіңіз, бір адам әншейін деген затты жасайды ма екен? Мысалы, бір адам күлді. Сонда о кісіге біреу мысалы, неге күлдің десе, жоқ, жай. Мәні бар ма күлкіңнің десе, жоқ. Күле салайшы дедің десе, не дейсіз оған? Жоқ, отырды да жылай кетті. Сосын неге жыладың десе, білмеймін. Жылағым келді, жылай салдым десе. Не дейсіз оған? Қарапайым жылау менен күлкі мағыналы болса, мына өмірімізде мағыналы болу керек емес па? Яғни өмірге әншейін келдім, әншейін кеттім деген қалай? Бір адамдар бар, 100 жылдап өмір сүреді, бірақ оны ешкім танымайды. Пәленше деген танисыз ба десе, білмедім дейді. Бір адамдар 20 жыл, 30 жыл өмір сүреді, бірақ жандырып қайнатып кетеді. Ел таниды. Қараңызшы, қайсысы бағалы дейсіз? Әлбетте еліне қызмет етіп, өзіндегі өмірдегі орнын тауып, өзінің атын тарих бетінде жазып кеткен адамның өмірі қызықты да мәнді болмай ма? Ал онда сол мәннің ішінде бір сұрақ келеді. Адам деген затқа қараңызшы осы өмірде. Бір жөңкілген көш емес па? Басы қашан басталды? Білмейміз. Соңы қашан бітеді бұл көштің? Білмейміз. Бұл көшке жақсы да жаман да келіп кетіп жатыр. Әлі қаншауы келіп кетеді. Осы көштің ішінде біз қайсысымыз? Қазақ қайсы? Сіз қай жақтасыз сол көштің ішінде? Сұрақ келмей ма? Бұл өмірге неге келдім? Не істеуім керек? Және қайда барамын? Бұл өмірге адам, біріншіден адам болып келді. Адамдық қасиетке еге болу керек. Адамдық құндылықты дәріптеу керек. Ал екіншіден, Құранда айтылғандай, мен адамды өзіме құлшылық үшін жараттым дейді. Ғибадатқа келді адам. Рухын байытуға келді. Өйткені адам рухы жоқ болса, қуыс кеуде біреу болады. Ол хайуаннан ешқандай айырмасы қалмайды. Қазіргі кезде жастарды тәрбиелеп жатырмын деген ата-аналар сияқты. Олар да рас сөз айтады. Жастарды бағып жатырмын дейді. Баламды бағып жатырмын дейді. Дұрыс айтады. Ол баласын тәрбиелеп жатқан жоқ, ол бағып жатыр. Адам қойды да бағады, сиырды да ешкіні де бағады. Қалай бағады? Тамағын береді, қорасын сыпырады, төбесінен су өтіп тұрса жамап береді, еміздіреді уақытылы. Яғни қарап семіртеді. Дұрыс па? Ол бағу деп аталады. Баласын да қазір көп ата-ана осылай істейді. Бағады. Киімін көк, қарнын тоқ қылады, болды, басқасына қызықпайды. Балам қандай тәрбие алуда? Кіммен дос болды? Не кітап оқиды екен? Не ой менен бұл өмірге қарайды екен? Қандай қылып ой бөлсейін бұмен деп ойлап отырып, баласының проблемаларына қызықпайды ата-ана. Ойлайды, мен осы
баламды тамағын беруім керек дейді. Жоқ, атаның, ананың бірінші міндеті балаға тамақ беру емес, балаға тәрбие беру. Тамағын Алла Құдай маңдайына жазғанын көреді. Пайғамбарымыз айтқан: мен сендердің кедей болып, тоз-тозың шығып кетуден қорықпаймын. Мен сендердің бай болып, бір-бірлерің мойныңа қылыш көтереді-ау деп қорқамын дейді. Адамды таластыратын дүние кедейлік емес. Кедей болдым деп таласып қалмайды. Жоқшылықтан да өтті. Аласапыран аштықты да көрді осы халық. Сол кезде, сол аштықты көрген халық не болды? Сонда адасып кетті ма? Жоқ. Жойылып кетті ма? Жоқ. Өтіп кетті одан да. Қолдан жасаған аштықтан да өтті. Әдейі берілмеген нан менен, берілмеген судан да өтті. Бірақ қазір кезде байлық келді бізге. Байлық келгенде масаттандық. Бұрын бір адам үйінде тамақ істесе, екінші бір адамның үйіне тамақ шығарып тұратын. Білесіздер ма? Біздің өлкелерде, оңтүстікте сондай болатын. Апам бір тамақ істейтін да, балам, мына көршіге, ана көршіге алып баршы, бүгін бір осындай дәмді тамақ қылдық дейді. Біз бір кішкентай бір табақ, екі табақ алып, соларға дәм ауыз теңіз деп шығаратынбыз. Әдет болатын. Бірақ қазір үйтіп шығармаймыз да, расы керек. Үйде ондай білмеймін неге. Кемшілік емес па бұл? Көршіменен қарым-қатынас. Бір үйде тұрамыз. Мысалы, анау үлкен биік қабатты үйлерде тұрамыз. Көршімізді танымайтын кездер болады. Танымаймыз. Сұрайсыз ғой, мына үйде кім тұрады екен десе. Негізі кім тұрады өзі? Қазақ па, орыс па, кім десе, тіпті білмеймін дейді. Тіптен білмеймін. Біреу тұра ма өзі десе, жыбырлайды ғой ішінде біреу дейді. Болды да. Әйтеуір адам қыбырлайтын шығар дейді. Бірақ тіпті көңіл бөлмейді де. Қарасаңшы, сондай бір өзімізбен өзіміз кетіп қалған, дүние ойлап кеткен заманға душар болдық-ау деймін. Бізді адастыратын дүние адамның жүрегіне кірді, қолына емес. Адам Қазақ айтады: дүние қолыңда болсын, жүрегіңе кірмесін дейді. Осы құндылықтан құтылып кетпейік, осы құндылықтарды ұмытып кетпейік. Біздің дәстүрлі дініміз, біздің қазақтың дәстүрі, ішіндегі байлығы зерттеусіз қалмасын. Сол нәрселерді ашатын, сол нәрселерді зерттейтін сізсіздер. Ал оған білім керек, оған ерен еңбек керек, тер төгу керек. Өзбек халқында сөз бар: тауға шықпай, донала қайда, жан қиналмай, жан алақай қайда дейді. Осы мағынада қазақ мақалдарда бар. Мені айтқым келгені, еңбексіз ешкім жақсылыққа жете алмаса, осы біздің дінімізде еңбекпен келу керек. Қазір дінімізді ластап жатқан неше түрлі нәрселер бар. Неше түрлі ой пікірлер кеп жатыр. Шекарамыз ашылды дедік та, сол шекарадан жақсы да жаман да өтуде. Сол ойларменен күресуіміз, өзіміздің дінімізді тазалауымыз қажет. Сол дұрыс емес ойлардың, дұрыс емес түсініктердің бірі, мысалы, намаз оқымағанды кәпір деу. Ол кісі мұсылманмын деп тұрса, мен калима айтып мұсылманмын деп тұрмын, Құранды сыйлайым, оразаны, Рамазанды сыйлайым мен, керек болса кейде өзімде тұтам, үйде қанша адам оразада тұтады. Аузашарларға барып қызмет қылғанды жақсы көрем. Мұсылманмын деп жүрмін ғой, мешіт көрсем, көзім тоймай қарап өтем, жүрегім сонда бір қарайдау деп елеңдеймін. Сонда сол адам қалайша кәпір болады? Сол адам қалайша сіз оның бетінен қағасыз? Сондай түсініктер келе жатыр. Намаз оқымаған кәпір екен, онда оны қыру керек, жою керек, малын тартып алу керек. Бұл мемлекет онда кәпір мемлекеті. Бұған қарсы қару көтеру керек дейді. Немесе біреу келіп айтады: осы біздің қазақтың болмаса ұстанған, намаз оқып жатқан, соны үйретіп жатқан имамдарға келіп айтады: мына кісілер шатасыпты, қателесіпті. Бұлардың оқыған намазы пайғамбар алып келмеген. Бұлар қате айтады, бұларда білім жоқ. Міне, білім бізде дейді. Білесіз ба? Ислам дінінде сондай сөз бар. Арабқа Алла тағала діннің ұрығын септі. Ал
Орта Азиядан соның гүлі шықты дейді. Діннің гүлі осы Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан. Діннің гүлі, дәмі, сұлулығы о жақта ұрығы ғана себілді. Бір күні бір кісі Мадина қаласына келіп, білім үйренбекші болыпты, тарихта бар. Кіріп келіпті да, хадис жөнінде білім ізденейінші деп ем депті. Мына кісі депті. Сөйтсе аты бөлектеу екен. Бұл араб емес па депті. Жоқ, араб емес. Онда мен фиқ үйренейін, заң үйренейінші депті. Онда ана кісі ғалым. Ол үшін аты кім десе басқаша айтып. Ол араб емес па? Жоқ, ол араб емес. Мен Құран тәпсірлейінші деп ем онда. Ол да араб емес болып шығады. Сонымен, мынаның ішінде арабы қайсы дейді ғой. Сөйтсе, арабта бірақ ғалым бар дейді. Біреуі екен сонда. 10 ғалымның біреуі ғана араб болып шығады. Ана кісі шынымен енді ұлтшылдығына кішкентай қызғанады енді. Мына сонда бізден кім шықпады ма деп. Дым шықпады ма, неге мұндаймыз дейді. Ал пайғамбар мұны бұрын айтып кетіп қалған. Пайғамбарымыздың жанында Салман-и Фарси деген бір сахаба отыр. Парсы кісі, парсы адам. Сонда келіп айтады. Мына кісілер дейді. Яғни өзге ұлтты айтып атыр. Араб емес халықты айтып атыр. Мына кісілер дейді. Діннің ертеңі. Діннің ертеңі осылар. Егер білім 7 қабат көкте тұрса да, бұлар соған шығып соны алып келеді дейді. Сондай халық болды. Сол Абу Ханифа мазхабын ұстанған біздің Қазекең қате болып қапты енді. Сол дінімізді ұстанып келген ірі мысалы Молда Мұса сияқты небір ақын дінін дәріптеп өткен Жапан қазақтың даласына жаңалдегі бір Алла деп шырқап өткен кісілеріміз, ұлыларымыз енді дінді дым білмейтін болып шыға кепті. Халайық, біз сонда кедейміз ба не? Бізде байлығы жатқан жоқ па не? Иә десеңіз, онда соны көрсетсеңіздерші, соны зерттесеңіздерші, соны оқып ізденсеңіздерші, білім іздеу керек, еңбек ету керек. Жай ғана Құдай жатқанға берсең маған бер деп, аяқты аспанға көтеріп компьютер шықылап, телевизордың төрінде жатып музыка естіп жату емес. Құрбандық керек бұл өмірде. Құрбандық, не құрбандық? Жастық шағыңызды білімге құрбан етіңіз. Жастық шағыңызды елге, қызметке құрбан етіңіз. Ертең қартайғанда өзіңізден кейінгілерге сол құрбандығыңыздың дәмін айтып отырасыз. Халық айтады ғой, жастығыңда еңбек ет, қартайғанда зейнетін көресің дейді. Ал егер сіз қазіргі мына батыстың келіп жатқан өнегелерінің бірі, сен жассың ғой, көр бұл өмірді. Бат қызығына, ұмытсайшы бәрін, өмірге бір-ақ рет келеді адам. Деп тұрып бір адамдар нашаменен араққа, сигаретпенен болмағыр, асыр түсір музыканың ішіне кіріп, өмірінің бәрін зая қылып, 30-ға келгенде орда бұзатын жігіттер бір семьясын баға алмай, қолында кәсіп жоқ, біреуге айтатын бір дұрыс сөзі жоқ, өзінің ойыңды айтшы десе, ойын айта алмай мыңқ-мыңқ етіп мұрнынан астынан бір 2 ауыз сөз атын айтқанда тер болып, борша болып тұрғаны бізге, сізге намыс емес па? Бізге, сізге сабақ емес па? Абу Ханифа, имам, ұлы имам, өте әдепті кісі болған екен. Бір кісі әдебіне қызығып, осындай көркем мінезді қайдан алдыңыз депті. Сөйтсе, әдепсізден үйрендім депті. Себебі әдепсіз адамды көреді, жек көрініші түрпідей тиеді ғой, сөйтеді де сонан сабақ алады өзіне. Енді мен сондай жасасам, мен біреуге сөйтіп көрінем дейді. Мен біреуге сондай бір жаман көзде болам дейді. Бауырлар, қорыта айтатыным, жассыз. Сізге жан жақтан неше түрлі азғырулар келеді. Біреу дінді бұлай үйрену керек, мынадай жол тура жол деп, неше түрлі тіпті ақша да беріп жатады, шоқыншы.
Мына буддист деген керемет нәрсе, бұл жаңалдегі неше түрлі жаңалдегі денсаулықты оздоровительный гимнастикалар бар деп, арасында мысалы феншуй деген нәрсе бар дейді. Соны орындасаң бай болып кетесің деп, Құдайдан емес, бір қатып қалған бір ағаштан сұратады. Бір тиын тебен, бір бақама шаянды қойып, осыны қойып қойсаң саған ақшап келеді дейді. Айналайын-ау, сол бақа ақша алып келетін бе еді өмірде? Өзіңіздің ақылыңыз бар, сауатты адамсыз ғой. Неге қараңғы бола қаласыз сол кезге келгенде? Сол бақа ақшап келе ма? Мыстан жасалған, тіпті мыста емес, іші пластмасса. Түсінен бір зат болса екен, ақша тиын тебен тасып теріп жүрсе екен да, бір ақылға қонатын бір нәрсе болса да. О, дымда емес қой, бір темір ғой тұрған. Бір ағаш, теңге ағашы деп бір нәрселерді, Қытайдың бір нәрсесін алып кеп қояды. Біздің Қазекең соны істеді ма? Маңдайыңыздың еңбегіңізге берсін да, ол бір бомағыр, бір жаны жоқ нәрседен не қыласыз сұрап, еңбегіңізге берсін да. Өзіңіз еңбек етіңіз. Еңбекке береке береді. Өйткені әрекетте берекет дейді. Қыбырлаған қыр асар дейді. Яғни қимылдасаңыз алға жүресіз. Тұрған су сасиды дейді. Егер жаңалдегі теңге тапқыш ағаштың 10-ауын іліп қойсаңыз да, сөйтіп жатып алсаңыз сізге Құдай ақша бермейді. Сондықтан біздің асыл дінімізді дәріптейтін, өзіміздің жастық шағымызды зая кеткізбей, дұрысқа қарай, ақылға қарай бой алдырыңыз. Жастық шақтың буына қарай секіріп, ертең бармағыңызды тістеп қалмаңыз. Қазақта сөз бар, боламын деген 13-інде баспын дейді. Болмайтын адам 30-ында жаспын дейді. Қазір жаспын деген адамдар бар, сөйтіп айтатын. Ей, намаз оқысайшы десе, мен әлі жаспын ғой дейді. Ей, ата сақал аузыңа бітті, жаныңда балаларың бар, артыңа қарайтын. Әжептәуір адамсың, азаматсың. Сен қалай жаспын дейсің? Бір елге бас болатын кезің болды. Ол мен жаспын дейді. Кейбір расында да ашуыңыз келеді. Әжептәуір аға буын 50-60-тағы кісіге, ал аға бата қайырыңшы десе, мыңғылдайды да қалады. Сонда сол кісі сонда 50-ге келгенше бір насихат айтпайды, сол дастарханда отқанда. Айтатыны бір кино, келін деген кино бар екен, бір нәрсе деген бір нәрсе. Бір насихат айтсайшы, жақсы сөз айтсайшы, отырып қалдық, сізден алып қалайық, жасыңыз 50-ге 60-ға келді ғой, деп айтсаңыз, осы жастарың бұзылып кеткен дейді. Қарайсыз да, бармағыңыз тістеп, әлгі кісінің сөзін еске түсіресіз. Әдепсізден үйрену керек. Яғни ертең соның тонын сіз кимеңіз, оған күлмеңіз, жылаңыз оған. Сіз соның тонын киесіз. Егер дәл осылай жата берсеңіз, дәл осылай өзіңізді дамытпасаңыз, өзіңізді алға қарай осы жатқан балшықтан алып шықпасаңыз. Сондықтан Алла тағала елімізге береке берсін. Жастарға ақыл парасат, өздерінің жастығын буының жанында керемет салмақты ой берсін. Істеріне береке берсін. Елімізге амандық беріп, Алла тағала сол тігілген туын биіктетіп өрістете берсін деп сөзімді аяқтағым келеді. Рахмет естендеріңіз. Үлкен рахмет. Осы жерде қазір микрофондар бар залда. Бір мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, бір сұрақтарыңыз болса, осы микрофон қоюларыңызға болады. Кімде қандай сұрақ бар? Ассаламалейкум, Арман ұстаз. Сізге сұрағым. Қазіргі жалпы жастар көшеде бір-бірімен қыздарымен болса да қол ұстасып жүруде және бір-бірімен құшақтасып тұруда. Жалпы өзімізге белгілі нәрсе. Осыған шариғатымызда не дейді? Дініміз қалай жауап береді осыған? Осы жайлы кішкене тоқтап кетсеңіз. Енді негізі бар ғой. Көп жерде өздеріңіз білесіздер. Мен енді жоғарыда жаңалде айтып кеткенде, ол енді біздің барлық ағаларымыз ондай емес негіз. Зиялы, парасатты, өнеге алатын кісілер де бар. Сол кісілерге құлақ салып қараңыздар, телевизорда айтып жүрміз. Осы расында да агент деген бәле болды деп. Оның зияндығында айтамыз. Қазіргі жастар, мысалы, махаббатпенен бірге жүріп көріп аламыз дейді да, сол алдамшы сезімменен, яғни ақылменен, қадімгідей шын пейілменен бармайды ол нәрсеге. Жай көңіл көтеруге ғана жолығады.
сөйтеді де ұрынады. Ертең үйленгенде сосын бір күнде тұрмай ажырасып жатады. 4 жылдап тұрып жатқандар бар. Бірге жүріп жатырмыз. Бір-бірімізді танысайық, таниық деп жүрміз дегендер бар. Дінде махаббат жоқ деп ойлайсыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам махаббаттың куәләрінің бірі Хадиша деген анамыз болды. Сол кісінің жары. Сол Хадиша анамызды пайғамбарымыз сүйгенінің бір мысалын айтқым келіп отыр. Бір күні сахабалар менен, жандағы жолдастары менен пайғамбарымыз тұрса, бір қарт ана өтіп баратыр екен. Енді пайғамбарымызда жасы әжептәуір кісі ғой енді. Бір қарт ана өтіп бара жатыр екен. Сөйтсе пайғамбарымыз дереу тоқтай салып, ана жандағы адамдардан кешірім сұрап, шетке шығып, өзінің тонын жерге төсеп, әлгі кісіні отырғызып, жанына отырып, біраз сөйлесіп, күліп, кішкентай көзіне кейбір кездерде жас та алып, сөйтіп біраз отырып қапты. Сонан соң шығарып салды. Сосын әлгі кісілерге келіп айтыпты, бұл кісі Хадишаның досы еді депті. О кезде Хадиша анамыз дүниеден өтіп кеткен кез ғой. Хадишаның досы еді. Бұрынғы Хадишаның бар уақытын еске түсіріп, бір кішкентай күлісіп алдық деген екен. Әлбетте жылады да ғой енді. Сонан Айша анамыз бар, басқа әйелі. О кезде жастау, қызғаныпты. Сөйтіп, сол кәрі өліп кеткен, сүйегі тозып топырақ болған кісіні айта бересіз ба депті. Сонда пайғамбарымыз ашуланып қапты. Қатты ашуланып, мен ешкімнен қолдау таппай осы дінді иығыма арқалап келгенде жаныма жолдас болған ең бірінші ер азамат емес, бәлки сол менің жарым, әйел кісі, дінді ең бірінші қабылдаған кісі Хадиша болатын. Менің 6 перзентімді дүниеге алып келген сол Хадиша болады. Маған ақылшы болып, қысылғанда жаныма бірге туыңды бірге көтеремін деп, көтер алмаса да ынта танытқан сол Хадиша болады деп ренжіп қалды. Содан бұл кісінің ренішін байқап, кешіріңіз, мен білмей қалдым деп жанына былай, жаңағыдай өзінің айыбын қалай жусам екен дегендей қолынан ұстаса, пайғамбарымыз айтыпты, мен кешіремін ғой. Бірақ менен кешірім сұрамастан бұрын Аллаға дұға етіп, сол Хадишаның жатқан жерін жайлы қылсын деп тілек тілеші деген екен. Қараңызшы. Яғни о кісі өтіп кетті дүниеден. Бірақ өмір бақи сүйіп өтті соны. Ол екеуінің арасындағы махаббатты молдаларымыз да неке қый деген кезде сөйтіп дұға тілек тілейді, қолын жайып. Алла тағала адам менен Хауа анамыздай, Жүсіп пенен Зүлайхадай, Мұхаммед пен Хадишадай махаббат берсін деп тілейді. Дінде де махаббат бар. Ол берік махаббат, екі дүниені жалғайтын махаббат. Бірақ жастарымыз кейде сол сезімге бір дұрыс емес сөзбен келеді, алдамшы нәрсемен келеді. Махаббат егер орнымен болса, орынды болады. Бірақ шекарасыз болса, әдепсіз болса, орынсыз болады. Біздің қазақта дәстүрімізден, мен дін бойынша айтайыншы. Бізде мысалы ер мен әйел бір-бірінің қолын некесіз ұстамайды. Біздің қазақта да сондай болады. Мысалы, апайларымыз отыр, мектепте жүргенде қалай жүретін едіңіздер деп айтыңызшы сіздер оқығанда. Мысалы, бұл кісілердің қолын өздерінің мысалы кластастары ұстамайтын, беттерінен сүймейтін. Қазір ғой бет сүйіп қол алысатыны. Бұрын ондай болмайтын. Қол алғанда діріре тағалады, болды, не деген анау қорқыныш сезім болатын. Қараңызшы. Бірақ түсінесіз ба? Оның да пайдасы бар. Неге дейсіз ба? Қазіргі жастар енді ұлы сөзде ұят жоқ дейді. Кейбір жас семьяларда мысалы махаббат дейді да, қараса ол сезім бірнеше уақыттан кейін сөніп қалып жатады. Өйткені сол неден деп ізденеді адамдар. Жастардың ізденіп жатқандары да бар мысалы. Бұл неден екен сондай? Болмаса 4 жыл бірге жүрдік, 3-ақ күн тұрдық, немесе 1 ай ғана тұрдық. Неге мұндай болды екен дейді. Қарасаңыз, Қазекең бекер айтпаған.
Қызды жеңге бұзады, жеңгені теңге бұзады дейді. Қызға бұрын жігіт жеңгесі арқылы баратын, ортаға адам салып алатын. Қазір ғой бір-бірменен ешкімді салмай бірден сөйлесіп кетеді. Арада дұрыс емес сөздерде, ағаттық сөздерде кетіп қалады. Ал егер ортада бір адам куә болып отса, ондай артық сөз айтылмайды. Сөйтеді де артық сөз айта алмағасын ішінде не деген ыстық нәрсе жинала береді, бірақ шыға алмай шетін ғана шығарып отыра береді. Ал ертең отбасы болғаннан кейін сол ыстық өмірінің аяғына дейін таусылмайды. Адамдар 50 жылдап, 60 жылдап отан құрғандығы содан. Ал енді қазір жастар ыстығының барлығын аузыменен айтып, ісіменен көрсет алмай өшіріп қойғаннан кейін, ертең отбасын құрғанда жоқ нәрсе қайдан шықсын, сол күй жоғалады. Сол үшін айтатыным, ол қыз бен жігіттің кездесуінде де әдеп бар қазақта. Жеңгесі болады, не басқа досы болады. Жеке екеуі кездеспейді. Сол арқылы кездесіп, сөйлессе, дұрыс сөз айтып. Абайдың сөздерін қараңыз, басқа кісілердің сөздерін қараңыз. Сондай жақсы сөздер айтылады. Бірақ кейбіреулер айтар, мен о кісілердің сөздерін оқыдым махаббат жайындағы. Бірақ кейде енді біз ондай сөз айтамай қалатын сияқты боламыз дейді. Сол жайында мысал айтатыным, ұзақ айтып кетті демеңіздер. Анау араб елінде сондай бір ғазал деп айтады ғой, махаббат өлеңдерін жазатын ақын кісі болған екен. Кілең махаббат өлеңін жазады екен. Намазхан кісі. Бір Ләйлі деген қызды өз алдына бейне қылып, соны жазады екен, соны суреттейді екен. Сөйтсе, сол заманда бір жаңалдегі асханада Ләйлі деген қыз жұмыс жасайды екен. Ол қыз мен деп ойлайды екен. Сол өлеңнің барлығының егесі маған арналған дейді екен. Содан қызығып, себеп суреттегеннің барлық суреті өзіне келеді да. Жаңағыдай барлық суреті керемет келеді. Мына жерінде қалы бар десе де, сол бетіндегі қалы да сол оң жағында мысалды. Енді сон суретінің бәрі кегесін сол мен мынау деп ойлайды екен. Содан бір күні сол ақын әлгі асханаға келіп қалған кезінде жанына отырып, сіз осындай көп өлеңдер шығардыңыз. Жұрттың барлығының аузында жүр Ләйлі деп. Сол Ләйлі деген мен едім депті. Сонда әлгі ақын айтыпты. Мен өлеңде армандап, қиялдап жазған менен. Негізгі шын өмірде салауаттылықты жақсы көрем. Сондықтан екеміздің бұлай отырғанымыз дұрыс болмайды, деп орнынан тұрып кеткен екен. Ақын кісіде ұшқыр қанатты болады. Ақын кісі сол өзінің махаббат сөздерін жазған менен жастарға қуат болсын үшін ғана жазады. Ал бірақ ақыл көзіменен сондай жастардың мысалы арасындағы мәмілелерін кішкентай сезімге бой алдырмастан ақылменен, парасаттылықпен шешкендеріңіз жақсырақ болады. Енді жастардың көпшілігі кейде біліп, білмей жасаған күнәларым үшін кешіру көр дейді. Сол күнә екенін біледі, соны жасайды. Сосын қайтадан ертесінен барып, соны Аллаға құлшылық етіп, кешірім сұрап, намазға жылып атып, жұма намазға қатысып, сөйтіп барып жасап атқандар бар. Осы мәселе бойынша не айтар едіңіз? Екінші, біздің осы сауап жинау дейді ғой. Осы сауап жинау қай істерде сауап болады? Соны бір айтып өтсеңіз қысқары нұсқа. Сосын жастардың көпшілігі соны білгісі келеді ғой. Біз енді жастар арасында көп сауалнама жүргіземіз, кездесеміз. Сол кезде осындай жиі сұрақтар қояды. Үшінші, бізде өкінішке орай біздің көп жастарымыз өзінің ата-аналарын, анасын болмашы нәрсеге бола өкпелеп, ренжітіп алатын жағдайлар болып жатады. Осы бойынша мысалы біздің осы дінде не айтылған өзі? Осы мәселе бойынша қысқары нұсқа айтып жүрсеңіз. Негіз сұрақтарыңыз әрқайсысына мысалы үлкен уағыздар арналатын, бір сағаттап жауап берілетін нәрселер ғой. Қысқа айтатын болсақ, расында да Алла Құдай барлық күнәні кешеді. Бір кісі пайғамбарымыздан сұрапты. Бір қария кісі келіп сұрап, я Расулалла, егер бір адам өмірде қандай күнә бар, сол күнәнің бәрін жасаса, соны Құдай кеше ма депті.
әлгі қария кісі екен, 90-ға тақаған, өзі зорға тұр. Сонда пайғамбарымыз кешіреді депті. Қуанып кетіп бара жатып тоқтапты да, ал егер ол білместікпен қайта істеп қойса ше депті. Кешіреді депті. Тоқтап тұрып, тағы да істесе ше десе, кешіреді депті. Сонда қашанғы кешіре береді деген екен. Сонда пайғамбарымыз айтыпты, адам кешірім сұрап шаршамаса, Алла тағала кешіріп шаршамайды депті. Бірақ қайту керек. Қазақта сөз бар. Адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса дейді. Сондықтан қателікті лажы барынша қайтадан жасамастан, біліп әдейі жасамастан, білместікпен кеткені бәрі кешіріледі. Ал біліп жасағанды міндетті түрде түзету қажет. Енді сауап амалдар және ата-ана мәселесіне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентайда, титімдайда, кіттайда болса сауапты тастап кетпе деген өнеге қалдырады. Яғни сауап амалда кішкентай сауап деген түсінік болмайды екен. Мысалы, мынау көпшілікте сөз бар ғой, ақша деген нәрседе көп деген түсінік болмайды деп. Ақша ешқашан көп болмайды дейді. Сол сияқты сауап ешқашан аз болмайды. Кішкентай ғана болмайды. Сондықтан ең қарапайым сауап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бірде-бір сауапты тастап кетпе. Ең қарапайым сауап екінші бір адамға жымиып күліп қарағаныңда сауап амал дейді. Сол нәрсені бір кішкентай өнеге қылсақ, яғни біреуге тырыспай, осы күндері жетісіп жүрген адам жоқ қой енді. Бәріміз енді әртүрлі жағдайда жүреміз. Бірақ дегенмен кішкентай күліп, жанымыздағыларға күлкі сыйлап, маңдайыңызды жадыратып ашып жүрсеңіз екен. Анау халықта сөз бар ғой, жаңағыдай мына күлкі болсын үшін айтып жатырмын ғой. Бір бомж, үй жоқ, жай жоқ адам енді мусорканың жанында отырса, жанына зомби келіпті. Сөйтіп, ау деп келе жатса, анау айтады, де құрып кетші шығар, жетісіп жүрген ешкім жоқ деп. Сол сияқты жетісіп жүрген ешкім жоқ. Бірақ дегенменен кішкентай өмірге күліп қараңызшы. Түнермеңіз. Себебі айдың 15-і қараңғы болса, 15-і жарық болады. Бүгін күн жауынды болса, ертең жарық болады. Өмір сондай нәрсесімен қызық, бірде ыстық, бірде суық болады. Ертең қайта суық болған күнді еске түсіріп, сол кезде қызық екен ғой деп отырасыз. Сондықтан суығына қысылмаңыз, ыстығына қиналмаңыз, бәрін көріңіз. Бірақ сол көруді сабырлықпенен, жақсы ақыл, ой, парасатпен, дұрыс пікірменен қарсы алыңыз сол нәрселерді. Ата-ана мәселесіне келсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өнегелерінің бірінде ата-ана соншалықты ұлылайды. Құран-ы Кәрімде айтады екен: "Уәлә тақул лахума уффин, уәлә танхархума, уақул лахума қаулан карима" дейді. Ол екеуіне уф деп айтпа дейді. Қараңызшы, яғни әртүрлі ата-аналар бар, әртүрлі семьялар бар. Мысалы, кейде сондай жастардан сауал болып қалады, әдейі сол сауалды бір жақ жауап кетейік. Мен намаз оқимын дейді, ата-анам менің намазыма қарсы болады дейді. Немесе ата-анам менен сол намаз барысында таласып та қаламыз дейді. Сол кезде не істеймін дегенде бәрібір Құранның жауабы тұрады. Ата-анаға уф деме деп айтады. Ата-ананы білесіз ба? Ата-ана бәрібір сіз дейді. Ол қанша ашуланып ұрысып тұрса да сізге бір сондай дұшпандығымен ұрысып тұрған жоқ. Сізге бір дұшпандығыменен жаңағыдегі ашуланып тұрған жоқ. Өлтірем десе де ол ата-ананың сөзі жай сөз ол. Ол өлтірмейді ол. Бірақ бұл жерде ол кісінің ашуы менен сіздің ақылыңыз жеңеді ғой ашуын. Сіз жассыз, онда ақыл жастан дейді. Сол ақылға салып, ата-анаға жақсы көрінсеңіз, мысалы намаз оқып жүргенде бір жігіт келіп айтады: "Менің ата-анам намазыма қарсы, не істеймін?" деп. Сол енді не істеймін дейді. Шешімін кейін ойлап жатыр, басын ойлаған жоқ. Намаз оқыған адам өзгеру керек қой деп түсіндіресіз оған. Намаз оқыған адам. Сен бұрын қандай ең, қазір қандайсың? Намаздың қадірін білмепсіз де. Намаз оқыған адам елгезек болады. Өтірік айтпайтын, шыншыл болады. Яғни ата-ана сенімін жақсылықпен жетіңіз дейді. Яғни қараңызшы, намаз оқымай жүрген кезде сізді жұмсаса, "Қойш, мама, барам ғой, қазір ғой" дейді. Немесе сондай сөздермен болса, намаз оқығаннан кейін Құранда айтылады: "Уәлә тақул лахума уффин", қойшы деп айтпа дейді. Уф деп айтпа дейді. "Уәлә танхархума",
олардың беттерін қайтарма. Әрдайым оларға, тіпті андай орысша айтқанда недовольствие дейді ғой, сіздің қарсылық сөзіңіз болса да жылы айт дейді, жылы сөйле дейді. Ата-анаға ешқашан қатты дауыспен, сен деген дауыспен немесе жекіп қайтарып сөйлеуге болмайды. Ондай болса намаз оқыдыңыз екен, ата-анаға соны орындауыңыз керек. Сонда ата-ана не істейді дейсіз ба, айтып берейін. Сіз намаз оқисыз. Намаз оқымай жүрген кезіңізде уақытыңызды зая кетіретін едіңіз. Қазір уақытты жазып қойғансыз. Намаз оқисыз, Құран оқисыз, өтірік айтпайтын болдыңыз. Намазды мешітке барып жамағатпен оқып тұрасыз. Жаныңыздағы адамдар да салауаттылығын көрет ана. Арақ ішіп жүрген жоқ, наша шегіп жүрген жоқ. Бекер ойын күлкімен ақылсыздыққа бармайды ғой деген сенім пайда болады. Оның жанында жүгіріп келіп, анашым ауырып тұрған жоқсың ба? Алла Құдай маған бұйырған, сенің табаныңда төсел деген. Деп, сол кісінің қызметінде болсаңыз, сіздің намазыңызға сол қарсы бола ма? Қайта өзі қолынан жетектеп келіп, бірінші өзі намаз бастап, сонан соң сізге келіп, имамға келіп, айтады имамға, рахмет айналайын имам, осындай намазхан адамдар тәрбиелеп жатсын, осындай нәрсені жеткізіп жатсын деп қайта сіздің әсеріңізден басқа біреуде рахметін естіп қалып та жатады. Өйткені ол сіздің дін ұстануыңыздан, дұрыс ұстануыңыздан болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі бар екен. Өмірде кім қымбат дегенге, мен жақсылығымды кімге арнайын деп 3 рет сұрағанда бір кісіге анаңа деп айтыпты. Сонан соң әкеңе деп айтыпты. Екеуін де қадірлеп өтуіміз керек екен. Сондықтан қорыта айтсам, ата-анаға жылы сөзді, көркем мінезді, тіпті қандай қарсылық болса да ішіңізге жұтыңыз. Себебі ол сіздің бүкіл еркелігіңізді, бүкіл барлығыңызды көтергенін білмедіңіз әлі. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді. Ертең балалы болғанда табанына кірген тікен маңдайыма кірсін, өзім жемесем жемейін, мына балам жесін деп өсірген ата-анаңыздың қадірін кейін білесіз. Мысалым, бір ғана мысал, осыменен сөзімді ақырлайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ананы көреді. Қайыр сұрап, жағдай сұрап жүр екен, жағдай жоқ екен. Жанында 2 баласын ертіп келе жатқанда пайғамбарымыз жанынан таба алмай 3 құрма ғана тауып 3-еуіне бөліп береді. Анасына, 2 баласына береді. Сонда 2 бала қарны аш, бірден ана кішкентай ғана құрма ғой, бірден жұтып қояды. Ана байқұс соны айналдырып, тазалап шетін дұрыстаймын дегенде екеуінде де жоқ. Анаға қайтадан қолын созады. Содан әлгі құрманы бөліп, 2-еуіне бөліп берген екен. Жемеді да соны. Оның жағдайын баласы білмейді, ойын бала ғой. Қалай тұр, қандай денсаулықпен тұр ол? Қазір құлайын деп тұр ма? Қандай халде тұр, білмейді оны. Бала ғой, ойын бала, сезбейді де. Бірден асады да жеп қойды. Сосын пайғамбарымыз айтты, мына ананың мейірімін қарашы. Өзінің тамағына қимай перзентіне берді. Алла Құдай да сол махаббатты берді ғой. Алланың махаббатын сезінбейсіз ба осы анадағы деген екен. Яғни анаға, атаға, әкеге деген мейірім сіз білмейтін шығарсыз. Сол білмесеңіз, осы пайғамбар деген ұлы кісінің, ұстаздың сөздерінен, адамзаттың асыл ұстазының сөздеріне құлақ түріңіз. Сіздің табаныңызға кірген тікен оның маңдайына кірсін деп. Сіз жемесеңіз, ол кісі қиналатын, қараңғыда жыласаңыз, сізді шошып, оянып, денсаулығына да қарамайтын, сіз үшін бүкіл әлемге соғысқа шығатын ана ол. Әмір Темірдің алдына бір ана кіріп келгенде, уәзірлері қорқып кірамай тұрғанда, Әмір Темір орнынан тұрып, сіз кімсіз дегенде, мен анамын, баламды қайтар деген кезінде бас иіп баласын қайтарған екен. Тұтқындағы кісі екен да баласы. Сол ананың батырлығын алыңыз. Қараңызшы, сондай залым патшаның алдына кірісіп, басында тігіп, Құдай біледі, мүмкін басын қағып тастар ма еді. Не зұлымдық қылмайды ол адам. Бірақ сол ана баласын шығару үшін, не істесең де маған істе, баламды қайтар деп кіргенде, анасың ғой деп, орнынан, тағынан түсіп,
баласын қолына жетектетіп жіберген екен. Сондықтан ананың, әкенің қадірін біліңіздер. Алла разы болсын бауырым. Біз біріншіден Арман ұстазға көп рахмет айтам, алғысымды білдірем. Иншалла осы бауырымыздың сауалынан кейін бүгін жұма намазы, жұма күні жұма намазы бар. Мен оның алдында айтатыным, Алла ниетіңді қабыл қылсын бауырым. Осы жерде Арман ұстаздың уағызын тыңдап, насихатын естіп, мен ойлаймын көп осы жердегі жас бауырларым, қарындастарым ойланып, дінге бір қадам басатын шығар, жақсылыққа қадам басатын шығар деп ойлаймын. Енді сол дінге қадам басам деген ниеттеріңіз болатын болса, оны жалпы жан-жақтан ізденбеңіздер. Қазір өздеріңіз білесіздер. Мынау дінді қазір дінді ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген бар. Сондықтан бізде орталық мешітте, Тасбөгет жақтағы үлкен мешіт, немесе барлық мешіттерде діни сауат ашу курсы бар. Қыз балаларға бөлек 2 ұстаз сабақ береді бізде. Аптаның 5 күні, 6 күнінде қыз балаларға бөлек сабақтары жүріп жатыр. Өте білікті, университет бітіріп келген, магистратураны бітіріп келген қыз балалар сабақ беріп жатыр. Араб тілі десеңіздер, арабшадан береді, шариғат сабағынан десеңіз, барлығын үйретеді. Ал өзіміздің діни сауат ашу курсы және кешке де болады. Мысалы, сіздер ниет қылатын болсаңыздар, бір үйренсем екен, бауырымыз қазір дінге енді келіп жатырмын дейсін, иншалла бүгіннен бастап намаз оқып жатырмын дейсін. Енді осы жерде мысалы Ханафи мазхабы турасында Арман ұстазымыздың көптеген уағыздары бар. Сол уағызды біз иншалла келсеңіздер сіздерге береміз, дискларын береміз. Енді айтарым, мысалы намазға жығылып бастаған кейбір жігіттер мешітке жиі келетін болады, жиі келгеннен кейін жиі танысатын болады жігіттермен. Және де неше түрлі пікірлер ести бастайсыз. Мынау сунна бойынша пайғамбарымыз намазды былай оқыған, сондықтан да имамдардың немесе мешітке келіп жатқан жігіттердің көпшіліктерінің намазы дұрыс емес деген бір жаңағы пікірлерді естуіміз мүмкін. Ал бірақтан да ондай бір пікір еститін болсаңыз, міндетті түрде мешіттің имамына келіп жолыңыз. Бізде мысалы мына жерде ұстазымыз отыр, міне ұстаз жаңағы орталық мешітте сабақ беретін. Бізден, менен келіп, сол ұстаздардан келіп сұрасаңыз, біз дұрыс бағытты сізге көрсетіп отырамыз. Өйткені сол дінге енді келген адам білместіктен жаңағы ақиқат осы екен деп бір жетегінде, бір ағымның жетегінде кетіп қалуы мүмкін да. Сондықтан мешітте сауат ашу курсы үнемі жүріп жатыр. Неше жылдан бері осы келгелі біз сауат ашу курсын тоқтатқан жоқпыз. 100-ден астам шәкірттеріміз бар. Келіңіздер, үйреніңіздер. Ал оның сыртында бізде өзіміздің сайтымызды аштық. www.akmeshit.kz сайтына кірсеңіздер, сол жерде де біраз мағлұмат ала аласыздар. Біз өзіміздің сайтымызға Арман ұстазымыздың уағыздарында қойып қоямыз кіргізіп. www.akmeshit.kz сайты ағылшынша жазылады. Акмешіттен кейін, адан кейін Q арқылы жазыласыздар. Q арқылы жазасыздар, әйтпесе басқа Қостанайдың сайтына кіріп кетесіздер. Ояқта да Акмешіт деген сайт бар. Міне осы сайтқа кіріп те көптеген мағлұмат ала аласыздар иншалла. Енді ана бауырымыздың сұрағын тыңдайық. Деген сұрағым, жалпы қазіргі жастар, апаларымыз болсын, және қарындасымыздар болсын, ашық киінеді, шындық, және де осы шариғатта мысалы қандай тыйым бар бұған ашық жүрмеуге, және де жабық жүруіне, және де хиджаб кисе қазір көп орындарда тартыс болып кетіп жатыр ғой. Ала көзбен қарап жатыр, мысалға бөліп тастап жатқан жағдайлар бар мысалы. Өйткені бәрі мұсылман ғой. Осыған қалай жауап бересіз? Негізі сұрағыңызға енді қысқа жауап бергесін мүмкін толық қамти алмаспын. Өйткені енді жұма намаз, оған дайындық керек еді аздап. Біздің Қазақстанның ата заңында осы қазақтың әрбір азаматы өзінің қалағанынша дін ұстануына, қалағанынша ой пікірде болуына құқығы бар. Бірақ өзінің ойын біреуге зорлықпен тықпыштауына, біреудің бостандығына, килігуіне, біреуді сенікі дұрыс емес, менікі ғана дұрыс деп біреуді кемсітуіне ақысы жоқ. Орамал бұл енді хиджаб мәселесі қазір қызып тұрған мәселе. Оның қызып тұрған мәселесіне себепкер болған кейбір бауырларымыз қыз келіншектерді қатты қара киімменен
беттерін тұмшалап, орап тастап, бір жаңалдегі сондай бір дінді қорқынышты етіп көрсетіп қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сөз бар: яссиру ва ла туассиру, баширу ва ла тунаффиру дейді. Жеңілдетіңдер дінді, қиындатпаңдар, қуанышты, жақсы хабарлар айтыңдар, жұртты қашырмаңдар деген сөз бар. Пайғамбарымыздан тағы сөз бар: егер менің айтпаған сөзімді, істемеген ісімді істеді деп айтса, өзінің орнын тозақтан дайындасын дейді. Оның айтқан мағынасы, яғни біреу дінді мақтаймын деп өзінің ойынан бір нәрсе келтірсе, дінді даттайды ол. Ол өзінің ниеті жақсы шығар, мен дінді мақтаймын дейді. Бірақ ол дінде егер дұрыс қолданылмаса орнымен, ол дінді жамандайды, даттайды. Мысалы, кейбір бауырларымыздың дұрыс емес көріністе, қорқыныш көріністе киінуі. Мысалы, біреулер намаз оқытын деп тағарадай сәлде киіп, аяғына мәсі киет, онысы әп-әйбәп жарасымды болып тұрса, ешкім еш нәрсе демейді ғой. Әлгі нәрселер мысалы қап-қара кір болып, жаңағыдай адам көріксіз болып тұрғасын адам қашады. Біздің қазақтың мәсісінен қашады. Ойлаңыз, біздің қазақ бабаларымыз киді оны. Сәндеп, әдемілеп кисе жұрт киереді оны. Біздің мысалы жаңағыдай дін ұстанам дейді, сақал қояды, қалай болса солай қояды. Ал зиялыларымыз да қойған, орыстың попталары да қойып жатыр, оған ешкім еш нәрсе деп жатқан жоқ. Мысалы, орыстың ақын жазушыларын қараңыз, мысалы Толстойды қараңыз, мынадай сақалы бар. Ленинді қараңызшы, сақалы бар бәрібір. Мысалы, олардың ешкім еш нәрсе демеді ғой, неге жарасымды қойды? Орнымен қойды, біреуге тықпыштамады ол ойын. Сол сияқты біздің дінде де ердің көркі сақал деген сөз бар. Пайғамбардың зиялылығын ұстанам деп, ерем деп қойса, өзіне жарасымды қойса, ешкім айтпайды ғой оған бір нәрсе деп. Бірақ дегенменен орамал мәселесі осының жанынан сайып келеді. Орамал тағу пайғамбардың бұйрығымен, Құран-ы Кәрімдегі бұйрығыменен инабаттылық, тазалық, пәктік белгісі болып, әрбір әйел кісіге міндет болады. Біздің Қазекең де сол үшін Құран оқығанда бастарыңа орамал тағыңдар деп сұрайтыны содан. Өйткені енді уақыттың тарлығынан кішкентай ғана жауап берейінші. Әйел кісі негізі бар ғой, сұлу болады. Еттен жаратылады. Сол ғалымдарымыз айтады, әйел кісіден соншалықты бір нұр шығып тұрады дейді. Оны өзі біле ма, білмей ма, сол үшін ойлап көріңізші. Сондай түсінік бар, сұлу емес әйел жоқ деген. Сол үшін бір қыз бала, әйел кісі болсын, көшеден өтіп кетсе, оған қарамайтын еркек қалмайды. Бәрібір әйел кісі болғасын қарайды. Неге? Не нәрсе десе, ол тек қана бір қандайда бір сезім емес. Жоқ. Онда бір сондай бір нұр бар белгісіз. Сол нұр шашылып тұрғасын қарайды. Бірақ сол нұрды сақтаймын десе, сол нұрды одан сайын дұрыстаймын десе, ол кісі өзінің махаббатына ғана арнасын. Ұят жерлерін шілей, мысалы кейбір аналарымызда кіндіктерін ашып жүретін кездерін көріп жеркенесіз сіз. Сондай бір қысқа киімдер киіп, өзінің қысқалығынан өзі қысылып отқан адамды көріп, тағы қысыласыз, айналайын, бір жарты метр қосқаныңда әдемі отыратын едің ғой деп. Мысалы, өзіңе ықшам, бір әйбат жарасымды киім кимейсіз ба деп. Сол жарасымды киімдердің біреуі исламда хижаб десе, хижаб ол термин сөз. Ол терминнің мағынасы адам біріншісі өзінің ұят жерлерін жапса, екіншісі серьезный дейді ғой, мынандай. Жұрттың көзін өзіне қатты қарататын емес, халықтан бөлінетін емес, халықтың ішінде кәдімгі қарапайым, жаңа жұрт бірден бүйтіп қарайтындай, көз салатындай емес, жаңағы бір келкі строгий дейді ғой, енді мына орысша айтып кетті демеңіздерші, енді қазақша таба алмай жатырмын, ол да менен кемшілген. Сондай бір строгий киім кигені әйел кісіге дінде бұйырылады. Міне осыны хижаб дейміз. Қорыта айтатыным, бір адам өзінің дінін сақтаймын деп, осындай хижаб тағып жүрсе, қыз балаларымызға қуанамыз. Ал егер бір адам мысалы жаңалдегі өзінің бір еліктеушілігіменен,
Құдай сақтасын, құлақтарына бір 10-15 сырға тағып, мұрындарына білмеймін, анау сиырдың бір нәрселерін тағып, жаңағыдегі шаштарын немене дейді, духовкаға тығып ала ма білмеймін, әйтеуір. Жаңағы сондай бір түрлі қылып, өзіне жарасымды емес қой енді ше. Жарасымды сұлу болып тұрса көресіз ғой енді, мысалы. Сондай жарасымды, әйбат қылып киінсе деген міндет бір қызық нәрсе еді. Сол үшін айтатыным жастарға, біреудің дін ұстануына жаңағыдек түсінікпен қараңыздар, сыйлаңыздар ол кісіні. Дін ұстанады екен. Өйткені Әбу Бәкір Кердер деген атамыз айтқан, дін ұстансаң берік бол деп. Яғни намаз оқиды екен. Мен сол намазымда берікпін деген адамға тілек тілеңіз. Алла Құдай сені сол намазыңнан жаздырмасын ары қарай. Одан адасып кетпе, сол намазың жақсы жол. Менің күшім жете алмай жүр сол нәрсеге деп, сол кісіге бір қызығуменен армен қарай жаңа болатынның белін бу дегендей, сол кісіге жаңағыдегі не қылыңыз. Бірақ расында да имам жаңағыдегі Қажекең айтып кеткендей, дінді дұрыс жерден үйреніңіздерші. Біздің Қазақстанда қазір потенциал бар дін үйретуге. Мешіттерде арнайы сабақтар үйретіліп жатыр. Араб тілін жақсы меңгерген мамандарымыз да бар. Араб елдерінде оқып та келіп, осы дұрысша барынша айтылып жатқан имамдарымыз да, мысалы соның біреу Әзіреті Мүфтиіміз араб елдерінде тәлім алып келді. Мысалы, сол елдерде дұрыс жолменен бітіріп келіп, дұрыс өзіміздің дәстүрлі дінімізді насихаттап жатқан орындар көп, кітаптар да шығарып жатырмыз. Діни кассеталар, видео кассеталарда, аудио дисктерде шығарылып жатыр. Жаңағыдегі белгілі бір орындарда насихаттарда, уағызда жүргізіліп жатыр. Имам Қажекеңнен сұрасаңыз, мешіттерде де имамдарымыз арнайы сабақтарын, жаңағы ішкі саясат бөлімінің жаңағыдегі несіменен, қолдауыменен көптеген жастармен кездесулер өткізіліп жатыр. Мұның барлығы осы сіздер үшін дінді қолайластырып берсек деген президентіміздің жаңағыдегі бір тілегін орындасақ деген едік. Себебі ол кісі бір сөздерінде дін деген тек қана мешіттің ішінде емес, соның ішіне шықпай отыра бермеңдер деп имамдарға бір тілек білдіргендігі бар. Сол үшін жаңағыдегі осы имам Қажекелер шығып, кішкентай халықпен араласып, мектеп аралап, осындай жалпы көпшілікке шығып осы дінді насихаттап жүр. Дұрыс дінді насихаттап жүргесін, осы кісілердегі егер қандай қателік болса, имам айтып жатыр, маған кабинетіме тапқан уақытыңызда есігімді қағыңызда, сауалыңыз болса бірден айта беріңіз. Сауалым бар еді, діни маман керек еді маған, мынау деген нәрселер естіп қалдым, осыным дұрыс па, мынадай кітап таптым, осы кітапты оқысам дұрыс па, мынадай кассеталар таптым, осыларды дұрыс па естігенім, интернеттен мынадай бір ой таптым, осыным дұрыс па деп сұрасаңыз, не өзіңіз келемасаңыз интернеттегі манағы айтылған сайтқа сауал ретінде жөнетсеңіз, сауалыңызға міндетті түрде жауап беріледі. Енді мынау жаңағы орамал туралы айтып жатыр ғой. Алла нәсіп етсе, мынау енді қаймағы бұзылмаған сыр елі ғой бізде. Алла нәсіп етсе, осы күзге қарай ма, оны біз Алла нәсіп етсе, мынау отырған Айдын бауырымыз бар. Біраз облыстық әкімшілікпен бәлкім көреміз енді. Мынау әсем киім әйел көркі деген біз үлкен дефиле дейді ғой. Қыз балалар оны тіпті жақсы білетін шығар. Сондай бір өткізуді жоспарлап отырмыз. Мысалы, мына жерде отырған студенттердің арасында бәлкім дизайнерлер бар шығар. Біз бірнеше шарт қоямыз. Сол шарт бойынша бірінші қомақты ақша тағайындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші орындарға қомақты ақша тігіледі ол жерге. Және де ең әсем киім үлгісі бірінші орын алған 700 мың, 600 мыңға дейін біз қомақты қаражат тігендеп отырмыз. Бәйге дейді, былайша айтқанда. Ал оның шарттары болу керек, өзіміздің қазақи нақышта болу керек барлығы. Мысалыға өрнекпен, орамалдың тарту үрдісі деген сияқты. Мынау Алматыда болды, оны білетін шығарсыздар, үлкен жаңағы Балуан Шолақ спорт сарайында сол жерде дефиле болды, жаңағы әсем киім әйел көркі деген. Осындай шартта, егер сондай ниет қылғандар болатын болса, мысалы араларыңызда бәлкім сол факультетте оқып отқандар барша, жастарда қазір идея көп қой. Мысалы кеше жаңағы бір жап-жас студент құрттың несін ойлап тауып жатыр, көрдіңіздер жаңалықтан. Ішіне свекла қосып, және де сәбіз қосып, енді әппақ құрт емес, құртты чупа-чуп қылып ойлап тауып, соны жаңағы Астанада болатын үлкен жаңағы байқау бар ғой, көрме дейді ғой. Соған бір студенттің өзі сондай жаңағы ойлап тауыпты.
Неге десе, енді өзімнің бауырларым, қарындастар, сіңлілерім, інілерім құртты бешінем жемейді дейді. Оларды қызықтыру үшін осылай ойлап таптым дейді. Құрттың ішіне жаңа қызартып, жаңа свекланы қостым дейді, сәбізді қосып сарғайттым, содан кейін жеп қойды дейді. Ал оның барлығы пайдалы. Сондықтан сіздер жассыздар, сіздерде идея көп мысалыға. Сонда идеялар бар, осы жас буын болатын болса, бізге келіңіздер иншалла. Біз қолдаймыз жан жақта. Рахмет. Бүгін жастар бірқатар өздерінің мазалап жүрген сауалдарына жауап алды деп ойлаймыз. Сондықтан да біздің өңірімізге келіп, осындай уақыт жүргізген Арман мырзаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Одан қалды жаңа Талғат Сейіткәрімұлы айтып кетті, біздің осы барлық мешіттерде өз имамдар бар. Егер білім алғыларыңыз келсе, сұрақтарыңызға жауап алғыларыңыз келсе, сырттан, жұрттан естігенше, міне сол мешіттің имамдарына бар жүгіну осыны ұқты деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі кездесуге келіп қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Осымен